Сәлем достар, бүгін сіздермен 2-ақ минутта қажет ететін десерт жасап үйренетін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ал кеттік, бастайық онда. Үйдегі осындай желінбей қалған печеньелердің барлығын салып алдым мен. Сізде кез келген печеньені салсаңыз болады, кез келген түрі бола береді. Осылай барлығын салып, блендердің көмегімен или блендер жоқ болған жағдайда мен сияқты салафанға салып, оқтаудың көмегімен майдалап езіп шығасыздар. Қатты майдалау керегі жоқ, маңызды емес, кішкене қазір видеода көрсететін боламын, тура солай болса болады. Міне дәл осындай болуы қажет. Енді үстіне какао салатын боламыз. Какаоны көз мөлшерімен саласыздар. Мен мына жерде кішкентай шай қасықпен 3 қасықтай салдым. Кішкене енді шоколадный болғанша көз мөлшерлерімен көріп салуларыңызға болады. Енді үстіне сгущенка құямыз. Сгущенканы тоже көз мөлшерімен бір-біріне жабысатындай массаға келгенше қосамыз. Жақсылап араластырып, қасықпен или қолмен араластырып, қолмен араластырсаңыздар жақсы араласады. Осындай масса шығады. Пищевой пленка или болмаса, менде пищевой пленка жоқ еді, салафанға салып, қатты басып, үстін форма жасап, кез келген форма жасасаңыздар да болады. Сондай формаға салып қатырсаңыздар да болады. Форма жасап, морозильникке қатырып аласыздар. 2-3 сағаттан кейін дайын болады. Дайын болғаннан кейін, кішкене 2-3 сағат қатырғаннан кейін кескенге сынып кетіп, ондай болмайды. Күшті кесілетін болады. Ал астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Маған тіркеліп жазылуды ұмытпаңыздар.